Қазіргі заманғы мемлекет миллиондаған адамның күшімен салынуда. Барлығы өз үлесін қосады. Дәрігерлер, сарбаздар, кәсіпкерлер. Бірақ негізгі шешімдерді қабылдап оларға жауапты болатын адам біреу – президент. Нұрсұлтан Назарбаев елді қиын уақытта қабылдады. 90-шы жылдары жас мемлекет ауыр дағдарысты бастан кешті. Елбасы әлемдегі 3-ші ядролық арсеналдан өз еркімен бас тартып, Семей полигонын жауып, Қазақстанды ядролық қарусыздану бойынша әлемдегі көшбасшыға айналдырды. Біздің еліміз көптеген көршілерімізге тән этникалық және аумақтық қақтығыстардан аулақ болды. Жалпы ұлттық диалог негізінен тұңғыш президенттің сіңірген еңбегі. Барлығының мүдделерін ескеру оңай емес, бірақ бұл жасалу керек. Біз инвестицияларды тарту орнына айналдық. Біздің елге әлемдік брендтер мен заманауи технологиялар келді. Аумақтық тұтастық – бұл мықты шекаралар. Сонау 90-шы жылдары елбасы көршілермен келіссөздер жүргізе бастады. Борис Ельцин аумақтық дауларды шеше отырып, бәрін бауырластық жолмен бөлуді ұсынды. Оған елбасы: біз 70 жыл бойы бауырластықпен бөлістік, енді оны әділ бөлеміз деп жауап берді. Қазақстан территориямен алмасты. Тарихи әділеттілікті қалпына келтірді. Құрлық шекарасымен келіссөз жүргізуге 20 жылға жуық уақыт қажет болды. 5 мемлекет теңіз шекарасын Каспий бойымен одан әрі ұзарта алмады. Оған шамамен 30 жыл кетті. Ақтау қаласында 2018 жылы қорытынды құжатқа қол қойылды. Нұрсұлтан Назарбаев Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияға қол қойды. Назарбаевтың арқасында біздің елдің сыртқы жаулары жоқ. Бізді бағалайтын адамдармен ынтымақтастыққа дайынбыз. Бұл батыс серіктестеріміз бе немесе Азиядан келген достарымыз ба маңызды емес. Елбасы білім мен талантқа қатты мән берді. Болашақ стипендиясы бұл әлемдегі ең жақсы университеттерде білім алған мыңдаған дарынды қазақстандықтар. Қазақстанның тұңғыш президенті бұл қызметінен өз еркімен және ерте кетіп қалған санаулы әлем көшбасшыларының бірі. 2019 жылы 19 наурызда елорда уақытымен 19:00-де Нұрсұлтан Назарбаев елдің президенті қызметінен кетті. Елбасы мемлекет басқарған 28 жылын өзіне тән стильде, тікелей эфирде және миллиондаған аудиторияның алдында аяқтады. Нұрсұлтан Назарбаев өзі жаңадан құрған Қазақстан тарихының бір бөлігіне айналды. Бұл тарихты білу маңызды.